Бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем арнасы. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға әлем және де қазақ тарихындағы ең сұмдық қинау тәсілдерін ұсынатын боламыз. Басталмас бұрын лайк басып, арнаға жазылыңыз. Мыс бұқа немесе Флорида бұқасы. Бұл құрылғы толығымен мыстан жасалып, көлемі шын бұқамен бірдей болады. Оның ішінде бір адам сиятындай орын бар. Жалпы қинау барысында адамды мыс бұқаның ішіне кіргізіп, сыртынан мықтап жауып тастайды. Содан соң бұқаның астына жақсылап тұрып от жағады. Бұқа мыстан жасалғандықтан тез қызып, ішіндегі адам тірідей піседі. Және мыс бұқаның ішіне құбырлар жүйесі жасалған. Адам оның ішінде қиналып тыныс алғанда құбыршадан ақырған бұқаның дауысы шығады. Мыс бұқаны Грекияда ойлап тапқан. Бұл бұқаны мыс шебері Перил ойлап тауып, аса қатыгез патша Фалариске сыйға тартқан. Перил құрылғыны Фалариске қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп, бұқаның ішіне кіргенде Фаларис дереу бұқаның қақпағын жабуға бұйрық береді. Осылайша мыс бұқаға бірінші болып оны ойлап тапқан адам өлтірілді. Скафизм бұл жаза түрінде қылмыскердің киімін түгел шешіп, тар қайыққа мақтап байлайды. Кеудесін ағаш тігімен жауып, тек қол аяғымен басын ашық қалдырады. Бұдан соң қылмыскерге ауыр диареяға әкеп соғатындай өте көп мөлшердегі сүт пен балды күштеп тұрып ішкізеді. Сосын денесіне жақсылап тұрып бал жағып, балшықты көлдің ортасына тастайды. Балдың есіне қызыққан шыбын шіркейлер мен жәндіктер адамның үстіне үймелей бастайды. Ол аздай олар қылмыскердің денесін жұмыртқалайды. Кішкентай құрттар оның денесімен тірідей қоректенеді. Тіпті қылмыскердің сүйегі көрініп, азаптанып тұрса да тірі болады. Егер қылмыскерді тамақтандырып тұрса, 16 күннен соң өледі. Ал енді қазақ тарихындағы ең ауыр жаза. Ат құйрығына байлау. Шариғат заңын бұзғандар, ата-анаға бағынбағандар, теріс жолға түскендер ежелгі ата заңы бойынша ат құйрығына байлау жазасына кесілген. Жазалы адамның аяқ-қолы буылып, асау жылқының құйрығына байланады. Содан соң атпен тұра шауып, жазаланушыны сүйрей жөнеледі. Жазаланушыны әбден сүйреп болғанда, оның денесінің сау тамдығы қалмайды. Бет-аузы тасқа соғылып, миы шайқалады. Ішкі ағзалары, бауыр, өкпе езіледі. Сүйретілгенде адамның терісі тұрмақ, еті қатты қажалып кетеді. Бұл бұрын ел ішінде жиі қолданылған жаза түріне жатады. Мысалы, 19 ғасырда оңтүстікте болған үлкен бір аста жұрт көзінше Кенесарыны мен өлтірдім деп мақтанған қырғыз батыр руы төре Құнанбай деген кісі табан астында ұстатып алып, ат құйрығына байлатып жіберген. Ал сіз үшін видеода көрсетілген 3 қинау әдісінің қайсысы ең қорқыныштысы болды? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де дәл осы видеоның екінші бөлімі шыққанын қаласаңыз, арнаға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісіңіз.